Қайырлы күн. Бүгін біз математика пәнінен 18-ші сабақты қарастырамыз. Көбейту мен бөлудегі 0 мен 1-дің қасиетін әріпті теңдіктер арқылы жазып үйренеміз. Бірінші есепке назар аударайық. Өрнектің мәнін тап, сонда сен фотосуреттердің қандай аңызға байланысты алынғанын білесің дейді. Яғни, бірінші өрнектің мәні 300 шықты. Бұл іле аңызына байланысты алынған фотосурет екен. Екінші өрнектің мәні 400 шықты. Бұл Қаратал аңызына байланысты алынған фотосурет екен. Үшінші өрнектің мәні 560 шықты. Бұл Бура тауы аңызына байланысты алынған фотосурет екен. Келесі екінші есепке назар аударайық. Қима қағаздағы өрнектерді пайдаланып, 2-2-ден тура теңдік және теңсіздік құр дейді. Енді осы екінші есептің А нұсқасы бойынша теңсіздіктер мен теңдіктер құрайық. 1 көбейту 4 тең 4 көбейту 1-ге. Себебі 1-ді 4-ге көбейтсек 4 болады, 4-ті 1-ге көбейтсек 4 болады. 4 пен 4 тең болады. Келесі 3 қосу 5 тең 8 көбейту 1-ге. 3-ке 5-ті қоссақ 8 болады, 8-ге 1-ді көбейтсек 8 болады. 8 8-ге тең болады. Келесі 2 бөлу 2 кіші 6 қосу 3-тен. 2-ні 2-ге бөлсек 1 болады, 6-ға 3-ті қоссақ 9 болады. 1 9-дан кіші болады. Келесі 8 бөлу 8 артық 3 азайту 3-тен. 8-ді 8-ге бөлсек 1 болады, 3-тен 3-ті алсақ 0 болады. 1 0-ден артық немесе үлкен болады. Келесі осы екінші есептің А нұсқасы бойынша теңдіктер және теңсіздіктер құрастырайық. 6 көбейту 1 кіші 3 көбейту 3-тен. Себебі 6-ны 1-ге көбейтсек 6 болады, 3-ті 3-ке көбейтсек 9 болады. 6 9-дан кіші болады. Келесі 0 көбейту 3 тең 7 көбейту 0-ге. 0-ді 3-ке көбейтсек 0 болады, 7-ні 0-ге көбейтсек 0 болады. 0 мен 0 тең болады. Келесі 4 бөлу 4 кіші 1 көбейту 2-ден. 4-ті 4-ке бөлсек 1 болады, 1-ді 2-ке көбейтсек 2 болады. 1 2-ден кіші болады. Келесі 0 көбейту 4 тең 9 азайту 9-ға. 0-ді 4-ке көбейтсек 0 болады, 9-дан 9-ды азайтсақ 0 болады. 0 тең 0-ге болады. Келесі үшінші есепке назар аударайық. Өрнектердегі амалдардың орындалу ретін анықтап, олардың мәнін тап дейді. Енді осы А нұсқасына қарайық. 26 қосу 12 бөлу 6 өрнегінде бірінші бөлу амалы орындалады. 12-ні 6-ға бөлеміз 2 болады. 26-ға 2-ні қоссақ 28 болады. Келесі 200 азайту 7 көбейту 2 өрнегінде бірінші көбейту орындалады. 7-ні 2-ге көбейтеміз 14 болады. 200-ден 14 азайтсақ 186 болады. Келесі шақшашылған 130 азайту 25 шақша жабылған көбейту 2 өрнегінде. Бірінші шақшаның ұшы орындалады. 130-дан 25-ті азайтсақ 105 болады. 105-ті 2-ге көбейтсек 210 болады. Келесі 2 көбейту шақшашылған 116 азайту 112 шақша жабылған өрнегінде алдымен шақшаның үш орындалады. 116-дан 112-ні азайтамыз 4 болады. 2-ні 4-ке көбейтеміз 8 болады. Келесі 5 көбейту 4 қосу 36 бөлу 9 өрнегінде бірінші көбейту орындалады. 5-ті 4-ке көбейтеміз 20 болады. Екінші бөлу амалы орындалады. 36-ны 9-ға бөлеміз 4 болады. 20-ға 4-ті қоссақ 24 болады. Келесі 12 азайту 4 қосу 2 көбейту 3 өрнегінде алдымен көбейту орындалады. 2-ні 3-ке көбейтеміз 6 болады. Енді азайту орындалады. 12-ден 4-ті азайтамыз 8 болады. 8-ге 6-ны қосамыз 14 болады. Келесі осы үшінші есептің А нұсқасына қарайық. 24 бөлу 4 азайту 4 өрнегінде бірінші бөлу амалы орындалады. 24-ті 4-ке бөлеміз 6 болады. 6-тан 4 аламыз 2 болады. Келесі 18 бөлу 6 көбейту 2 өрнегінде бірінші бөлу амалы орындалады. 18-ті 6-ға бөлеміз 3 болады. 3-ті 2-ге көбейтеміз 6 болады. Келесі 630 азайту 120 қосу 240 өрнегінде бірінші азайту орындалады. 630-дан 120-ны азайтамыз 510 болады. 510-ға 240-ты қоссақ
750 болады. Келесі 630 азайту шақшашылған 120 қосу 240 өрнегінде бірінші жақшаның іші орындалады. 120-ға 240-ты қосамыз, 360 болады. 630-дан 360-ты азайтамыз, 270 болады. Келесі жақшашылған 14 қосу 6, жақша жабылған бөлу 2 қосу 560 өрнегінде бірінші жақшаның іші орындалады. 14-ке 6-ны қосамыз, 20 болады. Екінші бөлу амал орындалады. 20-ны 2-ке бөлеміз, 10 болады. 10-ға 560-ты қоссақ, 570 болады. Келесі 200 қосу 4 көбейтілген жақшашылған 2 қосу 3 өрнегінде бірінші жақшаның іші орындалады. 2-ке 3-ті қосамыз, 5 болады. 4-ті 5-ке көбейтеміз, 20 болады. Одан кейін барып 200-ге 20-ны қосамыз, 220 болады. Келесі 4-ші есепке назар аударайық. Ауызша түсіндіре отырып есепте дейді. 1 көбейту 9 тең 9 болады. 73-ті 1-ге көбейтсек 73 болады. 1-ді 4-ге көбейтсек 4 болады. 8-ді 8-ге бөлсек 1 болады. 6-ны 6-ға бөлсек 1 болады. 5-ті 5-ге бөлсек 1 болады. 23-ті 23-ге бөлсек 1 болады. 23-ті 1-ге көбейтсек 23 болады. Енді ән нұсқасына қарайық. 0-ды 8-ге көбейтсек 0 болады. 0-ды 6-ға бөлсек 0 болады. 53-ті 53-ге бөлсек 1 болады. 0-ды 19-ға көбейтсек 0 болады. 25-ті 0-ге көбейтсек 0 болады. 18-ді 18-ге бөлсек 1 болады. 22-ні 1-ге көбейтсек 22 болады. 22-ні 22-ге бөлсек 1 болады. Яғни 1-ді санға көбейтсек санның өсі болады. Санды 1-ге көбейтсек санның өсі болады. 0-ды санға көбейтсек 0-дың өсі болады. 0-ды санға бөлсек 0-дың өсі болады. Келесі 5-ші есепке назар аударайық. Өзара байланысты сандарды тап, теңдіктер құр дейді. Яғни көк түстен бір сан алып, оған жасыл түстен бір санға көбейткенде күлгін түсті сан шығу керек. Көбейту амалына теңдіктер құрамыз. Одан кейін барып, күлгін түсті саннан біреуін алып, жасыл түсті санға бөлгенде көк түсті сан шығу керек. Яғни бөлу амалына теңдіктер құрамыз. Бірінші көбейту амалына теңдіктер құрайық. 3 көбейту 4 12, 3 көбейту 5 15, 8 көбейту 2 16, 6 көбейту 3 18, 7 көбейту 3 21, 5 көбейту 5 25, 8 көбейту 4 32, 8 көбейту 5 40, 9 көбейту 5 45. Бұл көбейту амалына байланысты құрылған теңдіктер. Енді бөлу амалына байланысты 45-ті 5-ке бөлеміз 9, 40-ты 5-ке бөлеміз 8, 32-ні 4-ке бөлеміз 8, 25-ті 5-ке бөлеміз 5, 21-ді 3-ке бөлеміз 7, 18-ді 2-ке бөлеміз 9, 16-ны 4-ке бөлеміз 4, 15-ті 3-ке бөлеміз 5, 12-ні 2-ке бөлеміз 6. Яғни осылай бөлу амалына да теңдіктер құрсақ болады. Келесі 6-шы есепке назар аударайық. Қысқаша жазуы бойынша есеп құрастырып, оны шығар дейді. Мұрат 8 беттен 6 әңгіме оқыды. Камила 7 беттен 9 әңгіме оқыды. Камила Мұратқа қарағанда қанша бет артық оқыды дейді. Ол үшін 8-ді 6-ға көбейтіп, Мұрат барлығы неше бет оққанын тауып аламыз. Яғни Мұрат барлығы 48 бет оққан екен. Енді 7-ні 9-ға көбейтіп, Камила барлығы неше бет оққанын тауып аламыз. Яғни Камила барлығы 63 бет оққан екен. Енді Камила неше бет артық оққанын табу үшін 63-тен 48-ді азайтамыз, 15 болады. Яғни Камила 15 бет артық оқыған екен. Келесі 6-шы есептің ән нұсқасына назар аударайық. Мерейде 9 беттен 4 ертегі және 6 беттен 3 ертегі кітабы бар еді. Ол оның 50 бетін оқыды. Әлі оқылмаған неше бет қалды. Яғни әлі де оқылмаған неше бет бар екенін табамыз. Ол үшін 9-ды 4-ге көбейтіп, 4 ертегіде барлығы неше бет барын тауып аламыз. Яғни 4 ертегіде барлығы 36 бет бар екен. Енді 6-ны 3-ге көбейтіп, 3 ертегі кітабінде барлығы неше бет барын тауып аламыз. Яғни 3 ертегі кітабінде барлығы 18 бет бар екен. Енді
екі кітапта барлығы неше бет барын табу үшін 36-ға 18-ді қосамыз, 54. Яғни екі кітапта барлығы 54 бет бар екен. Енді осы 54-тің 50 бетін оқығанда неше бет қалғанын табу үшін 54-тен 50-ді азайтамыз, 4 болады. Яғни оқылмаған 4 бет қалған екен. Келесі 7-ші есепке назар аударайық. Үйдің маңындағы шаршы пішінді екі учаскеге таңқурай отырғызылған. Сен ол учаскелерді периметрі бойынша сыммен қоршауға тиіссің. Егер әр учаскенің ұзындығы 5 метрге тең болса, онда саған қанша метр сым қажет болады дейді. Яғни, учаскенің бір қабырғасының ұзындығы 5 метр екен. Бізге екі учаскені қоршау үшін неше метр сым қажет екенін тап дейді. Яғни учаскелер шаршы пішінді екен. Бір қабырғасының ұзындығы 5 метр болса, 4 қабырғасына қанша сым кететінін табу үшін 5-ті 4-ке көбейтеміз, 20 метр. Бұл 20 метр бір учаскеге кететін сым. Енді екі учаскеге қанша метр сым кететінін табу үшін осы 20-ны 2-ке көбейтеміз, 40 болады. Яғни екі учаскені қоршау үшін 40 метр сым қажет екен. Келесі 8-ші есепке назар аударайық. Егер оқушы өрнектердің мәнін амалдар бойынша есептеген болса, онда ол қандай өрнектің мәнін тапқанын анықта дейді. Яғни нұсқасына қарайық. Бірінші оқушы 18-ді 3-ке бөлу, яғни бөлу амалын орындаған екен. Шыққан санды 500-ге қосқан. Яғни 500 қосу 18 бөлу 3 деген өрнектің мәнін тапқан екен. Енді нұсқасына қарайық. Нұсқасында бірінші 35-тен 23-ті азайтқан. Одан шыққан санды 2-ке бөлген. Яғни жақшашылған 35 азайту 23, жақша жабылған бөлу 2 деген өрнектің мәнін тапқан екен. Енді Б нұсқасына қарайық. Б нұсқасында бірінші бөлу амалы орындаған. 27 бөлу 3, одан шыққан санды 5-ке көбейткен. Яғни 5 көбейту жақшашылған 27 бөлу 3 деген өрнектің мәнін тапқан екен. Достар, бүгінгі сабағымыз ұнаса, осы каналға тіркеліп, лайк басып, пікір білдіріп кетуді ұмытпаңыздар. Сонда келесі сабақтың есептері жауаптарымен сіздерге көрініп тұрады.